күннен күнге негізі. Бұл өнім болса ер, әйел, жасырын аумақ мәселелерін түсінесіздер ғой, жыныстық жақ дегенсіздер ғой. Сол жақта сырттан істетілетін өнім. Бұл өнім жаңағы тәтелерімізде болсын, көп балалы аналарымыздағы жаңағы кіші дәреттің, емейлі ер кісілер болсын, кіші дәрет тоқтамау мәселесін. Барлығы суықтан келеді, және базарда не түрлі әйелдер өнімі көп, оның ішінде болатынның бәрі бар. Жаңағы миомакеста дейсіз ба, етекірақ бір бәрінің қауіпсіздігін теңшеумен бірге, реттеумен бірге ұрпақ алған аналарымызда қанша бар. Одан кейін бұл бұлшықетке сіңу арқылы қайтты жамбас сүйекті жию керемет басқа өнімдерден артықшылығы, өзгешелігі мына бір фото арқылы сіздерге айтайын. Мінекей, жамбас сүйек дейді. Мінекей, әсіресе үлкен тәтелеріміз бен аналарымызда осындай жамбас сүйектің кеңуінен әйтті қолмен салады. Ол өте ауыртады, одан аппаратпен салады, оның бәрі уақытша. Ал бұл денеңіздегі бұлшықетке сіңу арқылы суықты қайтарып, қан айнасын жақсартып, қайтеді бұлшықет арқылы жинайды. Сол арқылы жаңа дәрет тоқтамау мәселесі өте азапты нәрсе ғой. Соны тоқтатып риза болып жатқан тәтелеріміз өте көп. Аналарымыз өте көп. Сондай мәселе. Одан кейін геморрой мәселесін керемет жақсылып жатыр. Одан кейін бұны сырттан жауға, тер ауруларға, қан тоқтамаған мәселелерді істетуге болатын. Одан кейбір темір еткімінде жақсартқан сырттан жауға. Ішіндегісі мына сияқты домалақ. Мынандайдың ішінде тампон деп капсула. Бұны сырттан саласыз. Оны жетекші кісілерден естейсіздер, бұйырса. Осындай енді істетілу өте қолайлығы адамдарға ыңғайлы жасаған. Одан кейін мына бір өнім, тағы бір ал карабы бар, мына розуби деймі? Сондай бір карабкасы бар. Сол екеуінің басты жілік майын толықтайды. Қан толықтау, қан жасап беру ролы бар, ракқа қарсы тұру, микробты жою, қазір жұқпалы тұмаулар тарқап жатыр ғой. Мінекей, солардың бәріне ерекше. Одан кейін айта берсек, бұда жасартады. Жілік майыңыз сіз 30% толықтағанда 10 жас жасарады дейсіз. Көрдіңіз ба? Жасарамын десеңіз, иммунитетіңіз толықтайын, шаршамайын, тікемнен тік тұрып жұмыс істейін десеңіз, ішіңіздер. Мен былтыр қатты шаршап, әбеттен кейін рәсми мен жатам ғой, жатып қалам. Аяқ деген сып кетеді өзімен өзім, үлкен апалардай сондай болған. Алайда осы бір таза тазалап артынан осыларды ішкен кезімде менде шаршау жоқ. Таңертең 5-те тұр десе тұра аламын. Сондай сергек рухты түнде уағында ұйықтаймын, ұйқыға тиді, басым жастыққа тиді, ұйқыға енем, таңертең сергек тұрам. Міне бұл болса да жұмыс өнімділігін арттырады.